Сәлеметсіздер. Сіздермен бірге мен Кәрімберді Нарбек Әсімұлы. Бүгін біз жүрек ақаулары кезінде гемодинамиканың өзгерістері жайлы тақырыптардың бірі трикоспитальды жетіспеушілік жайлы айтатын боламыз. Жалпы трикоспитальды жетіспеушілік дегеніміз ол клапанның толық жабылмауы салдарынан қанның бір бөлігі қайта келген жағына түсуі, патологиялық систолық регургитация болып табылады. Енді осы екі сөйлемді толығымен ашып түсіндірейік. Жалпы қалыпты жағдайда оң жақ жүрек жүйеден оң жақ қарыншаға систола және диастола кездерінде қан толығымен өтіп отырады, яғни оң жақ жүрек жүйеден оң жақ қарыншаға. Ал егер де осы трикоспитальды немесе үшжармалық қақпақша толығымен жабылмайтын болса, қанның келген бір бөлігі, яғни систола фазасында, яғни қарыншалардың систолалық жиырылу фазасында қанның бір бөлігі өкпе сабағына қарай кететін болса, тағы бір бөлігі ол ашық тұрған трикоспитальды немесе үшжармалық қақпақша арқылы оң жақ жүрек жүйеге өтіп кететін болады. Бұны патологиялық систолық регургитация, яғни систола фазасына байланысты систолық регургитация. Ал қанның келген бөлігіне қайта өту, яғни оң жақ қарыншадан оң жақ жүрек жүйеге қарай өтіп кетеді. Бұны толығымен түсіндік деп ойлаймын. Енді бұның этиологиясына келетін болсақ, бұларды біз туа біткен не болмаса жүре пайда болған деп екіге бөлуімізге болады. Туа біткен жүрек ақаулары бұлар Эпштейн аномалиясы, қақпақшалардың толық дамымауы немесе олардың санының жеткіліксіздігі, Марфан синдромдары кездерінде кездесуі мүмкін, бірақ бұлар өте сирек жағдайда кездеседі. Көбінесе бұлар жүрегі пайда болған трикоспитальды жетіспеушілік пайда болады. Оған ең бірінші кезекте ревматизм, ревматикалық эндокардиттер, дилатационды кардиомиопатиялар, өкпелік гипертензия, миокард инфаркттері, сонымен қоса миокардиттер алып келуі мүмкін. Яғни олардың зақымдалуына байланысты органикалық және функционалды деп тағы да екі топқа бөліп қарастырсақ болады. Жалпы клапандардың жіктелуі бұл органикалық функционалды. Органикалық кездерінде ол трикоспитальды, яғни үшжармалық қақпақшаның өзі зақымдалады. Үшжармалық қақпақша зақымданады, ал функционалды кездерінде үшжармалық қақпақша зақымдалмайды. Бұл қарыншалардың гипертрофиялық дилатация салдарларынан кеңістігі кеңею арқылы трикоспитальды клапандардың толық бір-біріне жетпей қалуы салдарынан пайда болады. Енді бұның гемодинамикасына келетін болсақ, жоғарыда айтып өттік, оң жақ жүрек жүйеден оң жақ қарыншаға қан өту қажет диастол және систола фазаларында. Яғни жүрекшелік систола кездерінде өту керек, ал қарыншалық систола кезінде өтпеу қажет. Жүрекшелік систола кездерінде қанның жылдам ағу фазасы басталады, яғни оң жақ қарынша жылдам қанға тола бастайды. Және де бұл қанның бір бөлігі келген жағынан қайтадан жоғары жаққа қарай өтіп кетеді. Соның салдарынан бізде оң жақ жүрек жүйеде қысым артады, яғни ол оң жақ қарыншадан және жоғарғы және төменгі қуысты веналардан қан келіп тұруына байланысты оң жақ жүрек жүйеде қысым артады. Және де жүрекшелік систола кезінде қайтадан қысыммен көп мөлшерде қанды оң жақ қарыншаға қарай өткізетін болады. Соның салдарынан бізде жүректің оң жақ бөлігінің гипертрофиялық дилатациялары пайда болуы мүмкін. Бастапқы кездерінде гипертрофия пайда болады, одан кейін дилатация қосылуы мүмкін, яғни кеңістігінің кеңеюі. Енді біз және де айтып кеттік, оң жақ жүрекшенің қысымы ол оң жақ қарыншадан келген қанға және де веналармен келген қанға байланысты болады. Одан кейін жүректің оң жақ бөлігінің гипертрофиясы толығымен және де бізде оң жақ жүрек жүйедегі қысым 10 мм сынап бағанасынан асатын болса, онда ол үлкен қан айналым шеңберіндегі тоқыраумен көрініс береді. Яғни мына оң жақ жүрек жүйедегі қысым 10 мм сынап бағанасынан асқан болса, онда ол үлкен қан айналымдағы тоқыраумен көрініс береді. Олар қандай көріністер беруі мүмкін? Олар жүрек соғу сезімі, жүрек тұсындағы ауырсынулар, шаршағыштық, әлсіздік көрініс шағымданып келуі мүмкін. Одан кейін мойындырық венасының ісінуі, яғни көп жағдайда мойын венасы бұл үлкен қан айналым шеңберіндегі тоқырауға байланысты ұлғайып отырады, яғни қанның көп бөлігі венадан оң жақ жүрек жүйеге түсе алмай қалады. Соның салдарынан олар венада қан іркіліп қалады, сол жерде тұруына байланысты бұл веналар ісініп кеңейеді. Одан кейін систолық мойын венасының пульсациясы бұл неге байланысты? Бұл оң жақ қарыншадан
систолы кездерінде көп мөлшерде жиырылуына байланысты қанның бір бөлігі өкпе саубағына және де оң жақ жүрекшеге өтуіне байланысты бұл жүрекшеден жоғары қарай қан атқылайды. Соның әсерінен ол мойын веналарында систолалық пульсация анықталуы мүмкін. Одан кейін эпигастри аймағындағы пульсация бұл оң жақ қарыншаның гипертрофиялану салдарынан адамның кеуде тұсында, яғни эпигастри аймағындағы пульсация сезілуі мүмкін. Одан кейін үлкен қан айналымы шеңберіндегі тоқырау белгілері, жаңа айтып өткен веналардың ісінуі, сонымен қоса аяқтардағы кешкілік уақытта пайда болатын ісіктер, онымен қоса оң жақ қабырға астындағы ауырсыну, эпигастри аймағындағы ауырсыну, бұлар бізде үлкен қан айналымы шеңберіндегі тоқырауға байланысты, яғни бауырда және де аяқтарда қанның көп мөлшерде жиналып қалуы, не болмаса іркілісі деп айтсақ та болады. Пальпация кезінде жүрек түрткісін байқаймыз. Жүрек ұшы түрткісі емес, жүрек түрткісі, яғни семсер тәрізді өсінді аймағынан тағы да бір пульсациялар сезілетін болса, бұны біз жүрек түрткісі деп атаймыз. Ол оң жақ қарыншаның гипертрофиялану салдарынан. Одан кейін семсер тәрізді өсінді астынан пульсация. Бұл да оң жақ қарыншаның гипертрофиялану, яғни ұлғайып күшті жиырылуына байланысты бізде пульсациялар анықталады. Перкуссия кездерінде салыстырмалы оң жақ шекарасының ұлғаюы болуы мүмкін. Бұл да оң жақ жүректің оң жақ бөлігінің гипертрофиялану салдарынан. Аускультацияда төртінші нүктеде, мына жерде алтыншы нүктеде қатыгез қап, негізі төртінші нүкте бұл семсер тәрізді өсіндіге сәйкес келеді. Семсер тәрізді өсіндіден бізде бірінші тон әлсіреуі және де подсистолалық шу, яғни систолалық кезінде толығымен шу естілетін болады ол жерде. Одан кейін бізде ЭКГ-да не көрінуі мүмкін? ЭКГ-да бізде жүректің оң жақ бөлігінің гипертрофиясы анықталуы мүмкін. Сонымен қоса жүрекшелердің фибрилляциясы, трепетаниясы байқалуы мүмкін. Осымен видеомыз соңына жетті. Егер видеоны ұнаған болса, каналға тіркелейік, лайк басайық, достарымызға жіберіп қояйық. Қош сау болыңыздар.